Заң мен тәртіп бұл жай ғана ресми ұран ба? Жоқ, бұл қоғамдағы келісімнің өзегі. Мемлекет пен азамат арасындағы сенім көпірі. Қарапайым формула: заң бар жерде әділдік бар, тәртіп бар жерде қауіпсіздік бар, сенім бар жерде даму бар. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін мемлекет алдына үлкен мақсат қойды. Заманауи құқықтық жүйесі бар, азаматтардың құқығы қорғалатын әділ мемлекет құру. Соңғы жылдары әділетті Қазақстан, халық үніне құлақ асатын мемлекет деген тұжырымдар бекер айтылған жоқ. Бұл биліктің емес, қоғамның сұранысы. Заң және тәртіп мемлекетіміздің мызғымас тұғыры. Қоғамда осы қағиданы түбегейлі орнықтыру үшін барлық құзырлы органдар арасында ортақ көзқарас пен ортақ ұстаным болуға тиіс. Бұл ең алдымен ешқандай құқық бұзушылыққа жол бермеу қағидасы, яғни кез келген заңсыздыққа қарсы тұру деген ұстаным. Сондықтан мемлекеттік органдардың осы бағыттағы жұмысын барынша қолдау қажет. Алайда заң үстемдігін тек мемлекеттен талап ету бір жақты. Заң мен тәртіп бұл азаматтық мәдениет мәселесі. Біз кейде заңды тек айыппұл немесе тыйым деп қабылдаймыз. Бірақ шын мәнінде заң біздің құқығымызды қорғайтын қалқан, ал тәртіп біздің қауіпсіз өмір сүруіміз үшін қойылған ортақ келісім. Мысалы, жол ережесін сақтау тек айыппұлдан қашу үшін емес, өзгенің өмірін қорғау үшін. Қоғамдық орындарда тәртіп сақтау, өз мәдениетімізді көрсету, мемлекеттік мүлікке ұқыппен қарау, өз болашағымызға құрмет. Нашақорлық пен есірткі қылмыстары өте өткір мәселе күйінде қалып отыр. Оларды шешу жүйелі және ведомствоаралық үйлесімді тәсілді қажет етеді. Шын мәнінде бұл ұлттық қауіпсіздікке төнген қатер. Штабтың мәртебесі үкімет деңгейіне көтерілді. Өздеріңіз білетіндей, осындай жұмысты өңірлерде де жүргізу қажет. Өңір әкімдерін жергілікті штабтардың басшылары етіп белгілеуді тапсырамын. Бүгінгі таңда есірткіге қарсы іс-шараларды қаржыландыру мәселелері өңірлердің барлығында дерлік шешімін тапқан. Жалпы осы жылдың қазан айының соңына дейін өңірлік штабтардың отырыстарын өткізіп, нашақорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жергілікті жағдай мен бюджет мүмкіндіктерін ескере отырып, нақты шаралар әзірлеуді тапсырамын. Мемлекеттік органдар әсіресе нашақорлықтың алдын алу және есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бойынша ауқымды жұмыстар жүргізуде. Бірқатар заң қабылданып, салалық институттар мен инфрақұрылымдар құрылуда. Бұл саладағы халықаралық ынтымақтастық кеңейіп келеді. Есірткі сайттарын бұғаттау тетіктерін жетілдіріп жатырмыз. Цифрлық платформалар және IT компаниялармен өзара іс-қимыл жолға қойылды. Нәтижесінде анықталған есірткі сайттары саны 11 есеге артты. Анонимді абоненттер анықталуда. 751 қылмыскер ұсталды. 2,5 миллиард теңгені және 35 мың шоттар бұғатталды. Жасырын жарнамаға тосқауыл қойылды. Нағыз патриоттық сана заңға бағынудан басталады. Бұл қорқыныштан емес, саналы жауапкершіліктен туады. Егер әр азамат заң мен тәртіп менің қауіпсіздігімнің кепілі деп түсінсе, қоғамда сенім артады. Ал сенім бар жерде әділдік күшейеді, экономика дамиды, инвестиция келеді. Адамдар елден кету емес, керісінше осында өмір сүруді қалайды. Ұлы Абай, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп бекер айтпаған. Мәдениет пен әдеп, тәрбие мен тәлім әрбір азаматтың, әрбір отбасының өзінен басталу қажет. Қазіргі бұлыңғыр заманда ең басты міндет еліміздің егемендігін, жеріміздің тұтастығын нығайту. Ол үшін бірлігіміз бекем болу керек. Халқымыз тату болса, ішкі ахуал тұрақты болса, біз барлық қиындықты жеңеміз, кез келген кедергіден өтеміз. Заң мен тәртіп жай сөз тіркесі емес, бұл біздің мемлекетіміздің болашағының формуласы.